Қайырлы күн, 6-шы сынып оқушылары. Бүгін біз сіздермен бірге 6-шы сыныптың математика кітабының есептерін шығаруды бастайтын боламыз. Ең бірінші тақырып натурал сандардың бөлінгіштігі тақырыбы. Бұл бізде 5-ші сыныптарды қайталау тақырыбы болып табылады. Олай болса бастайық. Номері бірінші есеп. Мұнда 124, 131, 146, 150, 175, 200, 208, 215, 260 сандарынан бірінші 2-ге бөлінетін, 5-ге бөлінетін, 10-ға бөлінетін сандарды жеке-жеке жолдарға жазу қажет. Олай болса, бірінші жазайық. 2-ге бөлінетін. 2-ге бөліну үшін бізде санның соңғы цифры 0, 2, 4, 6, 8 деген цифрлардан аяқталуы қажет. Ондай цифрлар бізде, міне, бірінші 124 тұр, одан кейін 146 тұр, 150, 200, одан кейін 208, онан кейін 260. Келесі екіншісінде айтады, 5-ге бөлінетін дейді. 5-ге бөлінуі үшін бізде санның соңғы цифры 5-тен немесе 0-ден аяқталу керек. Олар бізде 150, 175, 200, 215 және де 260 саны. Келесі бізде үшінші есебі. Мұнда 10-ға бөлінетін сандарды жазуымыз керек екен. 10-ға бөлінуі үшін бізде сандарымыздың соңғы цифры 0-ден аяқталуы керек. Ол бізде 150, 200, 260 болады екен. Келесі номері екінші есеп. Мұнда айтады 141, 152, 162, 171, 231, 305, 502, 603 сандарынан 3-ге бөлінетін сандарды теріп жазуымыз қажет. Бірінші есепте бізде сан 3-ге бөлінуі үшін біз санның барлық цифрларын қосамыз. Нәтижесінде сол шыққан сан бізде 3-ге бөлінсе, онда біздің санымыз 3-ге бөлінеді екен. Бірінші 141-ден бастап көрейік. 1-ді 4-ге қосамыз 5, 5-ге 1-ді қосамыз 6, 6 3-ге бөліне ме? Бөлінеді. Демек 141 болады. Келесі 152-ні көрейік. 1-ге 5-ді қоссақ 6, 6-ға 2-ні қоссақ 8, 152 бөлінбейді. 162-ні көрейік. 1-ге 6-ны қоссақ 7, 7-ге 2 қоссақ 9, 9 3-ге бөлінеді. 162-ні жазамыз. Келесі 171-ді көрейік. 1-ге 7-ді қосамыз 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9. Демек ол да бөлінеді, 171 бөлінеді. Енді 231-ді көрейік. Мына жерде 2-ге 3-ді қоссақ 5, 5-ге 1-ді қоссақ 6 болады. Демек 231 бөлінеді екен. 305-ді көрейік. 3-ге 5-ді қоссақ 8 болады. 0-ді қоссақ та, қоспасақ та аса бір айырмашылық болмайды. Сондықтан да оны жазбаймыз. 402-ні көрейік. 4-ге 2-ні қоссақ 6 болады. Ол бөлінеді. 503. 5-ді 3-ге қоссақ 8 болады. 8 3-ге бөлінбейді. 603-ті көрейік. 6-ға 3-ті қосамыз 9, 9 3-ге бөлінеді екен. Келесі екінші есебінде айтады. Осындай сандар берілген. 9-ға бөлінетін сандар теріп жазуымыз керек. 9-ға бөлінетінін табу үшін ол да 3-ге ұқсайды. Цифрларының қосындысы 9-ға бөліну керек, немесе 9-ға тең болу керек. Енді 153-ті көрейік. 1-ге 5 қосамыз 6, 6-ға 3 қосамыз 9 шығады. Демек 153 бөлінеді екен. Келесі 173-ті көрейік. 1-ге 7-ді қоссақ 8, 8-ге 3-ті қоссақ 11, 11 9-ға бөлінбейді. 180-ді көрейік. 1-ге 8-ді қосамыз 9, демек 180 бөлінеді. 279-ді көрейік. 2-ге 7 қосамыз 9, қасында тағы 9 тұр, я? Оған қоссақ 18 болады. 18 9-ға бөлінеді. Сонда 279 бізде бөлінеді екен. Келесі 281-ді көрейік. 2-ге 8-ді қосамыз 10, 10-ға 1-ді қосамыз 11 болады. Бұл бөлінбейді. 297-ні көрейік. 2-ге 9 қосамыз 11, 11-ге 7 қосамыз 18, енді 18 бөлінеді 9-ға. Демек 297-де бөлінеді екен. Келесі 314-ті көрейік. 3-ге 1-ді қоссақ 4, 4-ге 4-ті қоссақ 8, 8 9-ға бөлінбейді. 486-ті көрейік. 4-ге 8-ді қосамыз, ол 12 болады. 12-ге 6-ны қосатын болсақ 18 болады. Ол демек бөлінеді екен. Келесі бізде үшінші есепте айтады.
екінші саны, міне мына жанында тұрған екінші саны, бірінші санға еселік болады. Сандар жұбын теріп жазыңдар дейді. Номері үшінші есеп. Екінші саны. Қарақшы, 4, 12 4-ке еселік бола ма? Біз 4-ті 3-ке көбейтсек 12 шығады, иә? Демек, бізде 4 пен 12 бір-біріне еселік болады екен. 4 және 12. Оны жазып қоямыз. Келесі 7 және 15-ті көрейік. Ол болмайды. Келесі 9 және 36 болады. 9-ды 4-ке көбейтсек 36 шығады, иә? Демек, 36 9-ға еселік болады екен. Келесі 6 және 42. Бұл да болады. Себебі 6-ға біз 7-ні көбейтсек, ол 42-ге тең болады. Демек, 42 6-ға еселік болады екен. Келесі 25 және 90 дейді. Бұл болмайды. Келесі 15 және 75. Бұл болады. 75-ті 15-ке бөлетін болсақ, бізде 5 деген сан шығады. 75 демек 15-тің еселігі болады екен. Келесі 27 және 51. Бұлар болмайды. 32 және 96. Бұл болады екен. 32-ні 3-ке көбейтсек, бізде 96 шығады. Демек, 96 бізде 32-ге еселік болады. Келесі 4-ші есеп. Номері 4-ші есеп. Онда айтады, балалар бақтан 93 алма, 87 алмұрт және 129 өрік теріп алды. Олар алмалар санын 1-де етіп, алмұрттар санын 1-де етіп, және өріктер санын 1-де етіп бөліп алды. Жеміс жинауға неше бала қатысты дейді. Біз бұл жерде барлығын 1-де қылып бөліп алатын болса, үшеуінің ең үлкен ортақ бөлгішін тауып алуымыз қажет болады. Ең үлкен ортақ бөлгіш, үшеуінің ортақ 93, 87 және 129. Бұны тауып алу үшін әрқайсысын жіктейік. 93-ті жіктейік бірінші. Бұл 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлген кезімізде 31 болады. 31 бізде жайсам. Сондықтан 3 пен 31-дің ғана көбейтіндісі болады. Енді 87-ні көрейік. 87-де бізде 3-ке бөлінеді. Ол 29 болады. 29 бізде жайсам. Келесі 129-ді көрейік. Оны 3-ке бөлеміз тоже. Бұл кезде 43 шығады, иә? 43-те бізде жайсан болады екен. Демек, бұлардың ең үлкен ортақ бөлгіштері 3-ге тең болады. Демек, бұл жерде жеміс жинауға неше бала қатысты деген сұрақтың жауабы 3 бала қатысты. Олар алмадан 31 дана, одан кейін алмұрттан 29 дана, одан кейін өріктен 43 данадан бөліп алады үшеуі. Енді бізде келесі 5-ші есеп, біз В тобының есебін бастаймыз. 5-ші есепте айтады, 0, 1, 2 және 5 цифрларының әрқайсысынан бір рет қана пайдаланып, 2-ге бөлінетін, 5-ге бөлінетін, 10-ға бөлінетін 2 таңбалы сандарды жазыңдар дейді. Ең бірінші осы цифрларды қолданып, біз 2 таңбалы сандарды жазып алайық. Бірінші 0, 1, 2, 5, иә? Бірінші 10-ды жазайық, 20-ны жазайық, және 50-ді жазайық. Одан кейін 12-ні жазайық, және 15-ті жазайық. Енді 21 және 25. Одан кейін 51 және 52. Бізде барлығы осы 9-тан шықты. Енді осылардың ішінен 2-ге бөлінетіндер теріп жазуымыз керек. Ол 10, 20, 50, 12 болады, және де 52 болады. Келесі 5-ге бөлінетіндер теріп жазуымыз керек. Ол 5-тен аяқталатын және 0-ден аяқталатын сандар, иә? 10, 20, 50, 15, 25 болады екен. Одан кейін үшінші айтады, 10-ға бөлінетін 2 таңбалы сандар дейді. 10-ға бөліну үшін 0-ден аяқталу керек. Демек, ол 10, 20, 50 болады екен. Келесі 6-шы есеп номері. Мұнда айтады, жұлдызшаның орнына тиісті цифрларды қойып, 9-ға еселік санды жазыңдар дейді. Номері 6-шы есеп. Жұлдызшаның орнына қандай да бір сан қоюымыз керек, иә? Бірінші 6-ға 7-ні қосайық, неше болады? 13 болады.
ол 9-ға еселік болу үшін бізде барлығының қосындысы 18 болу керек. 13 болса, 18 шығу үшін 5 қоямыз, сонда 567 болады екен бірінші. Одан кейін 2 9-ға бөлінеді. 2 енді қандай да бір санды қосуымыз керек. 2-ге 9 шығатын, ол 7 болады. 279 болады. Келесі 8, 7 және қандай да бір сан қосуымыз керек. 8-ге 7-ні қоссақ бізде 15 шығады. 18 шығу керек. 15, 18 болу үшін 3 қоямыз. 873 болады екен сол кезде. Енді 8 және 2 тұр. 8-ге 2-ні қоссақ 10. Ол жерге 8-ді қоямыз. Сонда 8, 2 болады екен. Келесі 9, 6. Жерге 3-ті қосамыз. 936 болады. Келесі 4-ге 6-ны қоссақ 10. 468 болады екен. Келесі екіншісі де айтады. 3-ге еселік сандардың ең кішісін жазыңдар дейді. Бұл жерде де цифрларының қосындысы бізде 3-ге немесе 3-ге бөлінуі керек. Ең кішісі болу үшін біз бірге мына жерде 2-ні қоямыз. 120 болады сонда. Мына жерде 2 қосу 1, мына жерге біз 0-ді жазсақ болады. 201. Одан кейін 3-ге 5 қоссақ 8. 9-ға келтіреге 1 қояйық, сосын 351 болады. Келесі 1-ге 3 қосамыз 4. Мына жерде 6-ға жоқтайық, демек 2 болады. 213 болады. Келесі 4-ге 5 қоссақ 9 болады. 9 ол бөлінеді, сондықтан да 0-ді қоя салайық, 405. Келесі 8-ге 3-ті қосамыз, ол бізде 11 болады. 12-ге жоқтайық, 1 қояйық, сол үшін 831 болады. Осымен бізде 6 есебіміз аяқталды, әрі қарай шығарамыз. Келесі номері 7-ші есеп. Бөлшек